Сәлеметсіздер ме? Өмір теңіз арнасының құрметті тыңдармандары. Қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, тіркеліп, лүпіл басып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз жынды. Авторы Торғын Жолдасбекқызы. Жақып арсаландап үйге жүгіріп кіргенде мен ортада отырайым. Естірімді естіп, жыларымды жылап болдым деп ойлағам. Оның әлде көн, әлде батпақ аяқпен кілем үстіне шыққанын көргенде егіліп қоя бердім. Шешемде атып тұрып орнынан ағамды білегінен шап беріп ұстап, «Ей, тұқымын өшкір, келесі-ау, осы сенен көргенім-ай, сені кім шақырды мұнда?» деп жатып желкеден түйіп алды. Жылаушыма еді Жақып, сәл ғана желкесін жасқап жатып, жадыра жылап қапты. Жадыра жылап деп мені сұқ саусағымен көрсетіп, беті аузын тыржын еткізіп күле берді. Туғалы осы күлкісін көріп келемін. Анам тіпті тойған. Жыламаса көзі ақсын қаншықтың, қара жер қылды бізді. 30-ға кеп құрсақ көтеріп байға тиді деген сөзге қалды. Ағаларына қай бетіммен қарайсың деп маған өкпелі болса да қайта қираландаған ағамның жотасынан салып қалды. Бұл кезде еден жуатын шелегін әкеп үлгерген жеңешем кілем үстін сүрте бастаған. Дымы ішінде. Анам сонысынан қорқатын, оның. Бірден ағамды далаға сүйреп, ақылы сау қайратымды алғанша, Алла есалан сені алсашы деп кетіп бара жатты. Бұл анамның ең қиналған сәтте айтатын наласы. Өз кінәмнің қаншалықты ауыр екенін сонда тағы бір сезіндім. Жақыпты аулада өзіне арнайы соғылған бір ауыз бөлмеге жауып келген анам. Айт, неше адам келеді, қандай адамдар, ем болмаса соны білейін. Бір қызға ие алмаған сон, ағаларына не бетімді айтамын, ел жұртқа қалай қараймын деп күңіренді. Арада тура бір апта өтіп, құда келер күн жеткен. Бізді неше күннен бері үй жанартып, бақ тазалап, аула сыпырып, қора ақтағанымызға Жақып өз үйшігінің кішкене терезесінен мәз болып қарайды. Кішкене болуы сақтық үшін. Қақпадан аттаған ит құсты көрсе, қуаныштан арадағы шыныны ұмытып кететіні бар. Он жақ бетіндегі терең тілік жара содан. Міне бүгінде терезесінің маңынан кім өтсе, соған қол бұлғап, арсаландап күліп шақырып мазасы кетеді. Даусы қаттырақ шығып бара жатса, үйден атып шыққан шешем, «Жап аузынды, жап, қаныш естісе ашуланады, үндеме, жазанды тарттырады» деп қолына бауырсақ ұстатады. Бауырсақтың да шешенің сөзінің де ғұмыры ұзақ емес, бірақ қалғытып алған сон, «Қанеш, ойнайсың ба?» деп менімен тәте ағамды шақырады. Жақып ағам өзі үйдің тұңғышы. Шешемнің есебі бойынша жасы 50-ден асқан. Туған күнін күтіп атап жатпаған сон, «Шық бері» деп айқай салды қаныш, бір кезде әдеттегідей. Өзімен ойнауға келген екен деген ағам сүріне қабына далаға атып шықты. Дамбалы боқ. Оны өзі білсін бе мәз. Негізі ондай жоқ. Күн ұзақ қамап қойған кінә өзімізден де бар. Дәл сол сәтте оны ұғар, бірақ жан қайда? Көтеріліп кеттік бәріміз. Ылғи солай. Менің жағдайым мынау. Оның әке-шешесі ұлдарына дәл менің жолыққаныма ренжулі боп шықты. Шешеме 3 күн бұрын көрісуге барғанымда жер боп қайтқанымды айта алғам жоқ. Жақсы дедім бәрі. Ал енді мынаны көрсе не болады? Не ойлап, не шешеді олар мен жайлы? 4-5 сағатқа түк етпес. Ғалияның ешкі қорасына апарып жаба тұрамыз деп жатқанда, сол себепті шетте үнсіз тұра бердім. Боқтаса да, ұрса да ағамды моншаға кіргізіп, жуындырып алған қаныш оны дедектетіп отырып көрші үйге сүйреді. Шатыр астына жайылған дастарханның үстіндегі тәттіні көрген бұл кері қашты. «Қанеш, саған да кәмпит беремін,
жібере салшы деп қояды арасында. Құда кетті. Жақыптан кейінгі ағамнан ең соңында. Саған келген құданы бұлай жерге қарап тұрып күтерімізді кім білген, дегені болмаса бәрі орнымен. Жүрегім сыздап кетті. Көкейіме кеп қалған өксікті өзгелерден жасырмақ боп, ағамның артынан көрші үйдің қорасына өзім келгем. Жақып отырсын ба? Әлденені былдырлап, сықылықтап қора ішін кезеді. Амандығын көрген соң оған қарай асықпадым. Толып кеткен шерді шығармақ боп, шөп жиналған қораның бұрышына тығылдым. Ренжулі ем, өзіме, өмірге де, іштегі бала мен әкеге де. Бір кезде көршінің кішкене екі ұлы кеп қалды. Шыға алмадым. Қалай шығамын? Қала бердім. Ал Жақып үйтпеді. Аталақтап асыр сап, қол бұлғады бұларға қора ішінен. Сонда оған жақын барған бұл екеуі, «Әй, ауру, тағы кәмпит жейсің бе?» деп сұрады. Кәмпиттен бас тартпайтын. Алақанын жайып ап секіре қуанды. Бір-біріне қулана қарап ап, уысына кәмпит салған балалар да көнілді. Қағып алды ағам әлгіні қағазымен. «Айттым ғой, қағазға балшық орап берсен де жей береді», деді бірі риза боп. Жақып та мәз. Соларға қосыла күлген екінші ол, «Картоп әкелші, картоп берсек те жерме екен?» деп қызықтады. Мен сол кезде шыға келдім. Олар мұны күтпеді. Төмен қарап сүмірейіп тұра қалды екеуі. «Кәмпит жеп жатырмын», деді Жақып болса аузы басы тыржын-тыржын етіп. Үн-түнсіз қораны аштым да оны жетектеп кете бердім. Жылап келемін. Ол риза. Оны білсін бе? Әлгілерге қол бұлғап барады. Тоқтай қалдым да қолынан аямай салып-салып кеп қалып. «Ақылың қашан кіреді, есуас? Мазақ етіп тұр сені олар. Соны неге оқпайсың? Өлдім бе кәмпиттен?» деп жыладым. Тежегім келген жоқ сезімді. Қақпадан да дәл солай анырап кіре бердім. Ағайыным меймансыз шатыр астында шайлатып отыр екен. Сықылықтаған Жақып пен боздаған маған таңырқай қарайды. «Бұлай сорлы боп біткенше өліп неге қалмайды бұл?» деп сұрадым шешемнен. Білемін, ол да мұны жиі сұрайтын төбеден, тіл қатпады. «Құдайы қонақпын», деді сол кезде біреу арт жақтан. Қария екен. Қолына ұстаған аса таяғы да бар. Үй іші тұра келді орындарынан. Жеңгелер шәугімдерін ала жөнелді, тамақты жылытып. Бәріміз асқа отырдық, үнсізбіз. Жалғыз Жақыптың сораптап ас ішкен дыбысы шығады, асығыс үсігіз. Дәл үйтпесе тартып алардай біреу тамағын. Қария мұқият қарайды біздерге, маған да, ағама да. Жанары өтімді, бәрімізді білетіндей. Ас ішіп болған соң, қол жайған ол шешемнен. «Не сұрайсың? Батамды берейін», деп тіл қатты. Күлкілі көрінсе де онысы бәрімізге. «Не дейін? Бәрі бар, ұлыма сана берсін», деп тілеңіз, деп қалды анашым. Оған тесіле қараған қария, «Сыйлаған пейілін ұнады, тағы бір мүмкіндік берейін, асықпа, расында сол ма керегі, оған да керегі осы ма?» деп нақтылай сұрады. Осы кезде асын ішіп болып, енді саусағын мұрнына апарған ағама бір қараған шешем. Осы олдың миы іске қосылып, он сонын ажыратып, адам болғанын көріп өлсем, арманым жоқ. Бүгін кете беруге бармын, деді күрсініп. Ары сұрап жатпады қонағымыз. Алақанын жайып, екі ауыз күмбірледі де бетін сипады. Біз де сөйттік. Ол орнынан тұра келгенде де қоса көтерілдік. Дорбасына анау-мынау сап берген соң, қақпаға беттеген қария, «Айнығанынды үш рет айтарсың, болмай бара жатса», деді де шешеме өз жолымен кетті. Не ішіп, не жегенімізді ұқпағанымыз бар, құдалардың дегенін талқыламақ болғанымыз бар, қайта отырдық бәріміз дастарханға. «Шәй ішеміз бе, апа?» деп сұрады жеңешем. Жауап қатпады бірақ ол.
тіпті естімегендей көрінді антарылып. Жақыпқа қарап қалыпты, ол да бұдан көз алмай қарайды. Тек бұрынғы жымындаған емес, өзге қарас. Оға алар емеспін, шешемде сүйтетін көрінді. Жақып, деді бір кезде ол естілер-естілмес. Ағамның жанарында шер бар еді. Мұны біз ғана емес, өзгелер де байқап үлгеріпті. Жай мен орнынан көтерілген Қаныш, Жақып, саған не болды? Деп жанына бара беріп еді. Жуытқысы келмегендей, оған да жалт қарады ағам. Шешеме қарағанда емес, басқа қарас болатын бұл тағы. Жасқа толы, өкпе бар. Кілт тоқтады Қаныш. Неге екені көзін де төмен түсірді. Осы кезде тұрды Жақып орнынан. Сөйтті де, отырған бәрімізге кезек қарап шығып, дастархан басынан шықты да өз үйшігіне бет алды. Моншақтап тамып жатты оның көз жасы. Қуарып кеткен шешемде өзгелерде сол бойы орнынан тұра алмады. Қалай екенін білмедім. Оның соңынан ішке мен жүгіріп кірдім. Дәрет пен тер иісі сіңген бөлме маған сол кезде алғаш рет адам тұрмас боп көрінді. Есік аузында тоқтай қалдым. Ол бөлменің қақ ортасында тұр екен. Жатын орны, өзі үңгіп тастаған қабырғалармен алақандай терезеге кезек қарап жатыр. Бір кезде екі қолын көтеріп алақанына қарады. Аға, деп шақырдым мен сонда оны алғаш рет. Жаймен бұрылды болмаған, қарасы неткен өтімді еді, зар мен мұн. 5-ші сыныпта ем. Сабақтан келе жатқанбыз. Көрші сыныптың балалары қақпадан шығып кеткен ағамды ұстап алған екен. Құйрығынан теуіп, қарға аунатып ойнап жүр. Бәрі мәз, ол да. Жадыраның ағасы дегенім бәріне сол күні. Оттапсың, танымаймын, сенің аған, деп шапшыдым. Арашада болмадым. Сол күн түсті есіме. Әлгінде ғана өлуін сұрағанымда. Ол да маған дәл қазір соны еске алған соң еңкілдеп тұрғандай көрінді. Қанышты неге жанарын жасырғанын сонда ұқтым. Кешірші мені, жарығым, деді тура осы кезде есік аузында тұрған шешем. Деп жанына батып кеткендей ыңыранып, аузы басы кемсеңдеп, еденге тізерлей отыра кеткен Жақып болса, қара жерді төмпештей жылады. Айныдым, дегенді анам алғаш сонда айтты. Сол күні ағам бізді сол бойы жанына жуытпады, сыртқа да шыққан жоқ. Апарған асымызға қол тигізбеді, суда ұрттамады. Есігінің алдында далада түнедік бәріміз. Қауіп сейілгендей көрінген соң танда кірдік үйге. Енді қайттық, деп сұрады Жақыптан кейінгі ағам. Жүйкесін емдесін, мамандарға жүгінейік. Не дегенін ол өзі айтып болған соң ғана ұққандай көрінді. 50 жыл жынды болған ағамды ескірген соң. Жүрегім, деді шешем бір кезде, тап бердік оған қарай. Маған емес, шығындар, Жақыпқа барындар, деді ол. Шатаспапты ана жүрегі. Ағамды арқаннан шешіп алдық, үлгердік. Ес-түссіз жатқан ағамның төсегінің басында отырған анам, айнығанын сол жолы 3 емес, тәспі аударғандай қайталады. Естіді төбе зарын, көріп көз жасын. Ағам ертесі күні танда бірақ түк болмағандай, ойламағандай, туғалы ойлай білмегендей, қайта бақытты боп оянды. Біз адамдар кейде жай ойлай білетініміз үшін бақытсызбыз. Құрметті тыңдарман, қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл мен қоңыраушаны басып тіркеліп, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.